Бүгінгі бүте тұрған іштің негізі бүгін әлі бүтіп қалғаны жақсы екен. Біз бүгін бүте тұрған іш бүгін бүтсе бүтет, бүтпесе дағы ертең бүтет. Ертең бүтпесе Құдайдың бір күні бүтет деп жүре беріп уақыттың қанты өтіп кеткенін байқай алады екенбіз. Мен бұл ой, мен 2-3 айдан бері сол ойды бағып жүремін. Айтсам деп, оламелаға даярданам, бірақ бірін қолдан алсаң, екіншісі қолдан түшкен заман болып, бір күні төгіліш болса, бір күні пандемия, бір күні да вирус ошентіп уақыт өтіп кетіп, бүгін бізден созылықтан ақырғы күні қалды баштанады. Бүгін айтып қалайын деп шештім. Уақыт бөліштіріп қалғаныңыздарға рахмет. Мен бұл іште мұрдағы премьер-министр Абылғазиев Мұхаммедқалиға айттым әлі. Ал кеше есті болады деп айтып қолына келді, ұнтып қойды, бұл іш ошыманша атқарылмай қалды. Еме бұл ішті мен бүгін Урматтуу президентimiz Сооронбай Шарипович сізге қайырлып айтқым келеді. Сізге қайырлып, жекелегеріп айтайын деген, бірақ сізді тегеректеген адамдарыңыз бір ай уақыт, 2 ай уақыт деп кіргізбейді екен. Кіре албаған жоқпын. Ошон үчүн бұл микрофондан айтып атам. Бүгін сіз Сооронбай Шарипович Қырғызстанда Манас атаның орнына Манассыз. Ошо айтайын дегенім Манас атаның ордосы таластағы Манас орда жөнінде, анандағы естеліктер жөнінде. Манас ата, Манас ордосы 1995 жылы Манаспинде салынған. Ошонан бері Манас ордода бірде өзгөрүү жок. Манас атабыз нашасына таянған боюнча жөө турат. Ак куласы жок. Каныкей апабыз жөө турат. Бакай атабыз жөө турат. Кошой атабыз жөө турат. Албамбет Батырыбыз жөө турат. Эгер Манас же Казак улуусунан болуп калса, же Түркмен улуусунан же Өзбек улуусунан болуп калса, Манаска ушундай мамиле жасайт беле? Жок, жасап атпачу. Себеп дегенде Манас, бул Манас элди жерди түптөгөн адам. Биз элди жерди түптөгөн адамга жасаган мамилебиз салкындай болуп сезилет да. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге өзүңүзгө кайрылып атам, сизден башка кишинин колунан келбейт баштанат. Ушол Манас атага ак куласын мингизип, Каныкей апабызга сараласын мингизип, Албамбет атабызга, Бакай атабызга, Кошой атабызга ошолорго аттарын мингизип койбойсузбу? Жөө турганы качан? 25-30 жылдан бери жөө турат. Мына Жайыл Батыр жолдун ортосунда жөө турган эстелиги бот турду эле, жайылдык туугандар атка мингизип аттандып койду. Таластагы Бердике Батыр эстелиги жөө турат эле, ага Бердике Батырдын урукчулугу чогулуп келип атка мингизип аттандып койду. Биз Манастын уркум тукуму, биз Манас атабызды качан атка мингизебиз? Бұл чоң уят иш болуш керек. Намыс болуш керек, урматтуу Сооронбай Шарипович. Экинчи мен айтайын дегеним, дагы деле эстеликтер жөнүндө. Атай бейит деген жерибиз бар. Кыргызда алкыш, анан каргыш деген түшүнүк бар. Алкыш сөз, каргыш сөз деген. Каргыш сөзгө мисал үчүн түндүгүң түшкүр деген сөз бул каргыш сөз. Үзөңгүң үзүлгүр деген бул каргыш сөз. Көз жашың кам болуп аксын, көзүңдө жашың тыйылып калсын деген бул каргыш сөз. Ушул үчөөтөн биздин ата бейитте эстелик катары турат.
түндігіз бірінші президентіміз Асқар Ақаевтан бері жерде жатады. Екінші түндігіз Шыңғыс Атамыз кеткеннен бері, Бакиевтің тұшынан бері жерде жатады. Үзеңгіміз үзіліп, үзілген үзеңгілер елініп, қаңырап, елініп тұрады. Бұл Атамбаевтың ұшырынан бері тұрады. Үш президентіміздің тағдыры емне болғанын жақсы білеміз. Ошон үчүн, урматтуу Сооронбай Шарипович, мен кирсем сизге өзүмчө айта элем, бирок жакындагы жаныңызда киргизбей койду. Сизге айтарым, Сооронбай Шарипович, сиз ошол тегереңиздеги 2-3 кишинин көзү менен көрүп, ошолордун акылы менен түйүп иштеп калсаңыз, анда жаңыласыз, Сооронбай Шарипович. Сиздин жакын кишилериңиз, сиз үчүн күйгөн кишилер катары мен сизден суранат элем. Иш тартыбыңызды кичине өзгөртсөңүз, сизден сураныш. Ошол үзүлгөн үзөңгүлөрдү ордун таап түндүгүбүздү көтөрө турган убакыт келди.